Сәлем достар! Бұл тамақты пісіру үшін ыдысқа бір жұмыртқаны шағып, оған тұзды салып, және де жақсылап араластырып, қаттылау етіп, қамыр дайындап аламыз. Енді ол қамырды 15 минутқа иіні қанғанша қойып қоямыз. Әдемі болып жайылуы үшін. Міне еленген ұнды қосып, қаттылау етіп, қамыр дайындап аламыз. Қамырды дайындау процесінде біз қазанға етті салып, пісіріп қойған болуымыз керек. Еттің жылқының еті, қойдың еті, қазы да болады. Пісіріп, оны да жақсылап дайындап алған соң, енді иіні қанған қамырды жайып, кесеміз. Қамырды кесу барысында үлкен ет кесіп пісірген жөн. Енді піскен етті қамырды сүзіп алғаннан соң, оның үстіне жайып, салып әсемдейміз. Піскен картопты және де қызыл сәбізді де кесіп, жан-жағына легенге салып шығамыз. Енді осы тамақтан қалған қамырды, осы 5 бармақ деген тамақты жеп болғаннан соң, одан қалған қамырды да кесіп, майдалап, турап, одан біз турама нан деген тамақ дайындаймыз. Міне кереметтей 5 бармағымызды жеп болған соң, қалған қамырын өте майда етіп, турап, тарелкаға саламыз. Және де азырап үстіне қазыдан да турап қоямыз. Міне қалған қамырдан 2 тарелка нарын, яғни турама нан деген тамақ дайындадық. Ас болсын баршаңызға, сіздер де осындай қалған қамырдан турама нан жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Хош сау болыңыздар. Рахмет.